Ал достар, бүгін тағы біздің бір салымшымыз Ұлжалғаз Битенова үйлі болды. Сол кісімен қазір кішкене сұхбаттасайық, иә? Ұлжалғаз, неше бөлмелі пәтерді алдыңыз? Бір бөлме. Бір бөлме, иә? Қанша теңге тұрады? 13,5. 13,5 миллион. Ай сайынғы төлем қанша шықты? 100 мың. 100 мыңдай. Енді шамалап 99 мың, ар жағында тағы тиындер бар, иә? Иә. Аха. Пайыздық қанша болды? Неше пайызбен алдыңыз? 7,5%, иә? Иә. Процентный ставка. Процентный, иә. 5%-ға кішкене жетпей қалды. Неше айдан соң 5%-ға түсесіз? 11 месяцев. 11 айдан соң. Құтты болсын үйіңіз. Рахмет. Всем такого же желаю. Желаю всем приобрести квартиру, какой вы хотите. Вот ПАС банк, очень лояльный банк. Там процентная ставка небольшая. Можно это все сделать. Вы доход подтверждали, да? Доход подтверждала. Бұл кісі шаштараз болып жұмыс жасайды. Өзінің табыс көзін патент ретінде дәлелдеді. Сондықтан табыс көзді растап үйлі болды. Баршаңызға жұғысты болсын.